Мемлекет башысы бүгін жұмыс сапарымен қаламызға келді. Ең алдымен президент шаһарымыздағы ең үлкен жұмыс беруші мекеме ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына барып, жұмыс сапарысымен танысып қайтты. Нұрсұлтан Назарбаев комбинат металлургтері мен еңбеккерлерінің жұмысы ауыр екенін атап өтіп, Теміртау қаласы мен зауытқа қатысты жағдайды үнемі өз бақылауында ұстайтынын айтты. Әңгіме барысында елбасы компания басшылығына қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту жолында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі зор екенін ескертті. Атап айтқанда, мемлекет басшысы қалада медициналық білім беру және спорт нысандарының санын көбейту қажеттігін атап өтті. Содан кейін мемлекет басшысы шаһарымыздың ескі бөлігінде орналасқан мәдениет және демалыс саябағының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүргізілген қайта жөндеу жұмыстарының нәтижелерімен танысты. Естеріңізде болса, биыл ретро стиліндегі ескі саябақ толықтай күрделі жөндеуден өткен болатын. Мемлекет басшысы бюджеттен тыс қаражат есебінен саябақ аумағында салынған нысандарды аралап көрді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев саябақта қаланың өткен ғасырдың 50-60 жылдардағы тарихын бейнелейтін театрландырған қойылымды тамашалады. Онда әртістер 3 бөліктен тұратын қойылым қойды. Алдымен елбасыны гитара шерткен өнерпаздар күтіп алса, кейіннен әртістер президенттің жас кезіндегі әнге вальс биледі. Кездесу барысында мемлекет басшысы өз замандастарымен және металлургия комбинатында бірге жұмыс істеген бұрынғы әріптестерімен жүздесіп әңгімелесті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев кеше Қарағанды қаласында өткен жиында Теміртаудағы жылу электр станциясының жұмысын талқылады. Мемлекет басшысы шаһарымыздағы жылу электр станциясы 1960 жылы салынғанын, соған сәйкес жылу электростанциясының жабдықтарын жаңарту қажет екенін айтып өтті. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының директоры Парамжит Калонға нұсқау берді. Парамжит Калонның айтуынша, кәсіпорын 2023 жылға дейін 2 жылу электр орталығында жаңғыртуды жоспарлап отыр. Осы жоспарға сәйкес 3 жаңа қазандыққа тапсырыс берілген. Олар 2019 жылдың наурызында жеткізіледі.